Армысыздар, пайдалы ақпарат қызғарнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз таңғы асқа не жеуге болады және не жемеу керек. Дұрыс тамақтану қазіргі таңда өте өзекті сауалдардың бірі. Тамақ салауатты өмір салтының айырылмас бөлігі. Өкінішке орай, адамдар көп кезде бұл мәселеге назар аудармайды. Таңғы асты жеу неге маңызды? Біріншіден, таңғы аспен бірге адам ағзасына сіңген калорийлер майлы тінге айналмайды. Себебі олардың негізгі бөлігі адамның өмір сүру үдерісін сақтауға және түнгі калорий жетіспеушілігін қалпына келтіруге кетеді. Екіншіден, таңғы ас жемеген адамдардың қарындары түске таман әжептәуір ашады. Бұл шектен тыс тамақты жеп қоюға әкеліп соғады. Диетологтардың айтуынша, таңғы асты жемеген адамдар жетіспеген калорий мөлшерін кешкі тамақ кезінде толықтыруға тырысып, нәтижесінде ағзадағы май тіні көбейеді. Ал таңғы асты жібермейтіндер бүкіл күн бойы 20-30%-ға азырақ калорий тұтынады. Үшіншіден, әр адамның ағзасы керек мөлшерде таңғы энергия алмаса, бұлшық ет тінін жағып бітіреді. Сонымен таңғы асқа не жеу керек? Бұл кезде көмірсу мен ақуызға толы тағамдарды жеген жөн. Мысал үшін, тосап жағып не ірімшік кесегін қосып бір тілім нан жеген жөн. Одан басқа кез келген ботқа түрі мен қуырылған жұмыртқа денсаулығыңызға пайда тигізеді. Ең бастысы, өзіңізге зиян келтірмейтін және күш қайрат беретін табиғи өнімдерді жеуге тырысыңыз. Сүзбе сапалы ақуыз көздерінің бірі. Сүзбе Б тобы дәрумендеріне бай, сондықтан оны жиі жеу зат алмасуды жылдамдатуға, ми жұмысын жақсартуға және темірдің жақсырақ сіңуіне көмектеседі. Сүзбенің бір орташа порциясының өзі ағзаны кальцийдің тәуліктік нормасының шамамен 30%-мен қамтамасыз етеді. Ол сүйек, тырнақ және шаш жағдайына әсер ететінін білеміз. Сүзбенің құрамындағы магний артериялық қысымды реттейді және қан ұюының алдын алады. Ал сүт қышқылды бактериялар ас қорытуға жағымды әсер етіп, ішектер микрофлорасын қалыпқа келтіреді. Жалпы мұндай құнарлы өнім толықтыруды қажет етпейді. Дегенмен оны дәмді және одан да пайдалы етуге болады. Жеміс-жидектер сүзбені дәмді әрі пайдалы етудің ең қарапайым әдісі. Оған жеміс-жидектер қосу. Алма, темірмен, шабдалы каротин және дәрумендермен, банан, калий мен көкжидек антиоксиданттармен қамтамасыз етеді. Сізге дәмі ұнайтын кез келген жемістер мен жидектерді пайдалануға болады. Кепкен жемістер. Тағы бір пайдалы әдіс сүзбеге кепкен жемістер қосу. Мысалы, кепкен өрік, қара өрік, кепкен құрма немесе інжір. Олардың бәрі ағзаға өте пайдалы. Жаңғақтар. Жаңғақтар омега-6 майлы қышқылдарының және өсімдік ақуыздарының керемет көзі. Олар тоқтық сезімін сыйлайды және ми белсенділігін ынталандырады. Жаңғақтар қосылған сүзбе үйлесімді тағамға жатады. Ол ағзаны барлық қажетті элементтермен қамтамасыз етеді. Көкөністер. Біз балалық кезден бастап сүзбені тәтті тағам ретінде жеп үйренгенбіз. Сондықтан көпшілік оған қант, тосап немесе бал қосып жейді. Алайда ол көкөністермен де үйлесім табады. Түйіршікті сүзбені салатқа сүзбе ірімшік немесе фета ірімшігі секілді қосуға болады. Таңғы асқа қандай тағамдарды жеуге болмайды? Ақбедай наны. Мұндай нанның тағамдық құндылығы өте аз. Ұнды тазарту нанды барлық пайдалы заттардан айырады. Ал мұндай нан денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Қандағы қанттың өзгеруін тудырады және бұл алдымен қанықтыру сезіміне, содан кейін өткір аштық сезіміне әкеледі. Оны тұтас дәнді нанмен, жұмыртқа және көкөністермен ауыстырыңыз. Дайын жеміс шырындары. Өндіріс барысында мұндай шырындар талшықты және көптеген пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Және ол қант пен калорияға толы. Мұндай әдет тез арада артық салмақтың пайда болуына әкеледі. Үйде дайындалған смузи құрамындағы талшық асқазанға өте пайдалы. Хош иісті майсыз йогурттар мен мұндай йогурттардан аулақ болыңыз, өйткені оларда май жетіспеушілігі қантпен ауыстырылады. Есіңізде болсын, А және Д сүт өнімдерінен алынған дәрумендер майдың қажетті мөлшерінсіз нашар сіңеді.
Бұл йогуртты қоспаларсыз және дәмсіз кәдімгі йогуртпен ауыстырыңыз. Ең жақсысы грек йогурты. Ол ақуызға және кальцийге бай. Дайын қауыздар. Егер күніңізді дайын дәнді дақылдардан бастасаңыз, онда ағзаңыз сізге алғыс айтпайды. Біріншіден, барлық қауыз қант қосылған тазартылған ұннан жасалады. Онда диеталық талшық пен ақуыз жоқ. Екіншіден, мұндай таңғы кейін сіз тез ашқасыз. Одан да соны пайдаланыңыз. Шұжықтар сапасыз тартылған еттен жасалады. Және оларға көптеген май, дәмдеуіштер, қос иістендіргіштер қосылады. Көбінесе оларда май мен натрий өте жоғары. Натрий қан қысымының жоғарылауын тудырады. Ал майлар зиянды холестерин. Шұжықтар мен жұмыртқа табиғи йогуртқа алмастырыңыз. Олар құнды ақуызға толы. Сонымен біз таңғы асқа не жеуге болады және не жемеу керек екенін түсіндік деп ойлаймын. Егер де түсінбеген сұрағыңыз болса, пікірге өз нұсқаңызды қойып сұрауларыңызға болады. Деніміз сау болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.